Айлин, мен келдім. Өле жұмыстан ужасно шаршадым бар ғой. Тек қана ұйқы болса екен. Ұйықтасам, ұйқым келіп тұр. Келдің ба, Яру? Тамақ жеп алсай, жұмыртқа қуырып жатыр едім. Тамаққа да тәбетім жоқ. Ұйықтап қалсам деп отырмын. Ой, жұмысың қиын сияқты ғой. Армандап жеткен жұмыс болса да шаршатады ғой. Олай деме. Қанша күн үйде жатып шаршап қаптым. Жарайды, қазір демалып аласың ғой. Тамағыңды жеп ал. Сен болмасаң тамақ жеуге де шамам болмай бірден сілейе қалатын ем. Рахмет кешкі ас үшін. Ас болсын, же. Обычный жұмыртқа болса да өте дәмді. Әсірелеп жібересің да. Мен тойдым, рахмет, ұйықтаймын. Ой, кешіріңіз, сіз соғып кет. Өзіңе қарамайсың ба? Абайлап жүрсеңші. Кешіріңіз, қайталанбайды. Этиканы үйрену керек. Стажер Аяру, менің саған тапсырмам бар. Осы статистиканы жіберші, бүгін жиналыс болады. Соған дейін дайын болсын. Так, бүгін жиналысты маған сен тапсырып отыр, осы статистикаларды тез шығарып тастау керек. Және келесілер, бәрін алдым. Так, бұны көз алдыма қойып қоя салайын, осы жерде тұрғаны жақсы. Так. Документтердің бәрі қималанып кетті. Стажер Аяру, сізге не болды? Неге уақытты құрғыртып отырсыз? Берген тапсырманы қатырмапсыз, басқа біреуге бергенді рас. Сая, стажер жұмысты қатырмады, сен жасай салшы. Жиналыс бүгін. Жасай мне. Мен болмасам ештеңе бітіре алмайды бұлар. Так, дайын болды. Мінекей, апай міне дайын болды. Ала беріңіз. Уже дайын болып қалды ма? Қандай керемет. Молодец. Бір ауыз сөзіңіз және бірден дайын. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі міне жиналысымызды бастаймыз. Біздің компания редакцияның жұмысын жақсарту керек. Оған дейін біз мыналарды жүйсеміз керек. Және міне көріп тұрғандарыңдай статистика. Сондай парақшаны осылай дамыту керек болады. Және кімнің идеялары бар, алып қосыңыздар. Өте тамаша. Мүмкін біз бұны маркетинг бөліміне береміз. Сонда дұрыс болар. Жоқ, сенікі дұрыс емес. Одан да кофе алып келші. Кофе алып кел. Мен стажер болған соң менсінбей тыңдамайды да бұлар. Мінекей, кофеңіз Алмас мырза. Ой, кешіріңіз. Сіз сонда ебедейсіз, сіз неге үнемі осылай қопылданып жүресіз? Жиналыс аяқталды. Неге бұл стажер соншама ебедейсіз? Қопал еді, бірақ сонда да маған біреуді есіме салады. Салқын су бар ма? Ішіп алайын. Бар. Не? Айлин, білесің ба, бүгін қандай ауырғым болды? Позор болдым полностью. Айналайын, не болды? Деміңді басып айтсаңшы. Бүкіл нәрсені теріс істедім. Позор болдым, жостқа. Қағаз өтпейді, кофе төгіп алам. Ештеңе етпейді, алғашқы жұмыс күнің ғой. Айтпақшы, мен бүгін кездесуге барамын. Алмас шақырып жатқан. Жынды, не мынау? Мен ғой жынды. Масканы да бір түрлі киіп алыпсың. Тегі. Айта бер, Алмас неге шақырды? Кездесейік дей ма? Кездесейік деп жатыр. Құрбыларымыз ғой дейді. Әлі сен деп ойлап жүр. Шықпасам ба деп ойладым, бірақ білмеймін, қоймай жатыр ғой. Жарайды, шығып келе салшы, менің орныма өтініш тағы да. Сол үшін боянып отырмын емес па? Жаль, что өзім оның алдына шыға алмаймын. Бірақ енді сен барсың ғой. Барып кел, құрбым. Сен үшін барамын әрине. Қазір мына көйлегімді бағалап жібер, қалай тұр үстімде? Смело келсейші. Қазір. Ал, қалай саған? Өте әдемі, прям күшті қымбат ресторанға барасың ба? Сол жаққа шақырды ғой. Айлин, красотка, молодец. Өте әдемісің. Рахмет. Мен кешігіп жатырмын. Өзіңді... не болып кеткен түрім. Баяғы мен емеспін. Әдемі Аяру қайда? Депрессия мені қатты өзгерткен. Отшы ұйықтайын. Жақсы жаққа өзгермедім. Мен кеше жұмысты бітірмеппін ғой. Сенің келгеніңе қуаныштымын. Кел, отыра ғой. Рахмет. Шынымды айтсам, саған міне шашыңда жарасады, бірақ сары шашыңда әдемі еді. Бірақ сонда да өте әдемісің. Рахмет, көбісі айтады, сары шашта да маған жарасатын еді. Бірақ өзім қараға бояғым келді. Саған бірақ бәрі жарасады, Аяру.
Аяру, білсең, кетер кезде айтып едім ғой, менің бір алғашқы махаббатым бар. Ол болмаса мен дәл қазіргі мен болмас едім, осылай дамымас едім. Бірақ бұл мен жайымда айтып отырған жоқ қой. Мен Айлинмін, ол Аяру жайында айтып отыр. Мен емес, Аяруды елестетіп сөйлеп отырғанын қарашы. Мүмкін шындықты ашатын уақыт, бірақ жоқ, не үшін айтуым керек? Маған ұнайды. Оның маған тигізген көмегі өте көп болды. Иә, бәрі де есімде. Сен де кімді меңзеп отқанымды түсініп отқан шығарсың, иә. Әрине, Алмас. Айтпақшы, кеш болып кетті, үйге қайтайық. Иә, шыққаның үшін рахмет, Аяру. Мен сені үйіңе жеткізіп тастайын. Келсеңші, тым болмаса шай ішіп кет, үйге кір. Ренжіме, келер жолы офисқа кіріп шығуым керек еді. Жарайды. Аяру, сен қайдасың? Аяру үйде жоқ сияқты ғой. Қайда кеткен? Мүмкін дүкенге кеткен шығар. Киімді ауыстырып ұйықтай салайын. Келгенде ертең сөйлесеміз. Бүкіл айымды жуып шаюым керек. Ең мықты стажер болуым керек. Неге жарықтар жанып тұр? Аяру, тұрыңыз, стажер Аяру. Түнге дейін жұмыс жасаған ба? Шаршап ұйықтап қалыпты ғой. Жаурап та қалған шығар, мына жер суық. Өзімнің күртешемді кигізе салайын. Оянып кететін сияқты, тез кетіп қалайын. Мызғып кетіппін ғой. Өзім киіп алған ба күртешені? 3-ші бөлімнің соңы. Достар, менің арнамды қолдап кеттіңдер және жазылуды ұмытпаңдар. Сендердің қолдауларың мен үшін өте маңызды.